Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздерге 100 кітап жалпы ұлттық сауалнамасы аясында таңдалған ұлы туындыны таныстырамыз. Бұл жобаның мақсаты халқымыздың әдеби мұраларын насихаттап, жастарды рухани байытуға арналған. Таңдалған 100 кітаптың ішінде әлем классиктерінің інжу маржандары мен қазақ әдебиетінің асыл мұралары бар. Жалпы бүгінгі сіздерге таныстыратын туындымыз Абай Құнанбайұлының өлеңдері мен қара сөздері. Абай Құнанбайұлы қазақтың ұлы ақыны, философ, ағартушысы. Оның өлеңдері жастарды адамгершілікке, өнер білімге және еңбекке шақырады. Ғылым таппай мақтанба, қан сонарда, интернетта оқып жүр өлеңдері терең ойға толы. Ал қара сөздері сол кездегі халықтың мінез құлқын, кемшілігін сынап, әділетке және бірлікке шақырады. Абай Құнанбайұлы 4-ші қара сөзінде уайым қайғы туралы айтады. Әрбір кісіде уайым қайғы болатыны хақ, бірақ сол уайым қайғыға салынып жүру ол нағыз антұрғандық дейді. Уайым қайғыны жеңетін әрине ол тек қана орынды іс әрекет дейді. 4-ші қара сөзін қорытындылай келе Абай Құнанбайұлы әуелі Құдайға сен, екінші өзінің адал еңбегіне сеніп, аянбай еңбек етсең, қара жерде сені құр қалдырмайды деп қорытындылайды. Абайдың мұрасы мәңгілік, оның әрбір сөзі қазаққа бақыт беретін шамшырақ. Абайды оқыңыз, ойыңызды оятыңыз.